Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін Гүлжан Әлмеш. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді баклажаннан жасалатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен суымызға тұзды салып, жақсылап араластырып, ертіп аламыз. Баклажандарымыздың сыртын ашып, осындай үлкендеу етіп тураймыз. Бағанағы суымызды құятын боламыз. Баклажандардың сыртын ашып осылай жасаңыздар, өте дәмді болады. Сосын үстіне кесемен немесе тарелкамен бастырып қоямыз жарты сағатқа. Жарты сағаттан кейін алып суын сырғытып алатын боламыз. Қолымызбен сығып, суын сырғытып аламыз. Баклажандарымызды қызып тұрған майымызға салып, 2 беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Мінекей баклажандарымыз дайын. Баклажандарымыздың үстіне қияр, қызанақ және де қызыл болгар бұрышын салатын боламыз. Екі бас сарымсақты ұсақтап турап үстіне салатын боламыз. Үстіне салат жапырағын салатын боламыз. Салат жапырағын қоспасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Үстіне укроп, петрушка және де соевый соус салып, қалауларыңызша тұз салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Салатымыз дайын. Үстіне кішкене күнжіт себеміз. Өте дәмді баклажаннан жасалған салатымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Ас болсын.